Келесі рецептіміз үй жағдайында дайындалатын осындай табака. Ол үшін бізге осындай чашкаға тауыққа арналған приправа, кішкене аджика, чеснок, тұз, осындай сұйық май құямыз да тауығымызды жақсылап маринадқа қойып қоямыз. Неке осылай жасап аламыз. Маринадымызды және де тауығымызға жағып шығамыз. Тауығымызды маринадтап қойдық. Тауығымызды осылай маринадтап 5-6 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Біздің табакамыз осылай маринадталды. Енді духовкаға 1 сағат, 1,5 сағатқа 170 градуста. Егер духовкаларыңыздың әрқайсының градус атылып, жаймен жанатын болса, 180 градусқа қойып пісіріп аламыз. Неке осылай. Неке табакаларымыз пісіп шықты. Осылай әдемі, хрустящий болып, сочный. Осылай әдемілеп, красный соуспен өте дәмді болады. Біздің рецептіміздің ішінде бар. Қонақтарыңызға, отбасыңызға осылай жасап берсеңіздер, қуанып қалады. Ас болсын.